Өмір шыр етіп дүниеге келген сәтімізбен, күн жетіп тәнімізді топыраққа берген сәтіміздің аралығы. Өмір толассыз өткелдерден тұратын ұзақ жол. Әр өткелдің өзіндік қиындықтары бар. Яғни өмір жолы күреске толы. Оны біреулер жылап, біреулер шыдап көтереді. Көзді бір ашып жұмсаң жолдың жартысына келген боласың. Әрі қарай тағы да бар. Бірақ жолымыздың соңы қашан? Тоқтар жеріміздің қайда екенін білмейміз. Біз адамдар өмірді терең түсіне алмай келеміз. Ал өмір болса, біз ойлағаннан да күрделі. Жылап менен құлам деп өстіріп құлағымды жұлып алайын да. Жібер оны, жібер. Көздерімді көтіңді. Жыламапты. Жүр, кеттік, жүрші. Апа, жылама. Бізде алма көп. Жылама енді, жүр, кеттік. Жүр, қазір үйге барамыз. Бауырым, көрсетсең енді бауырларыңа. Қараш, мүлдем айырмашы ғой. Неге? Бәрі Балақайым, әлі мен ұсталмаған, өткізіңдер шөлдерден құс бармаған, сын тақпасын дос түгіл дұшпан маған. Әй, жарайсың темір шашты. Ал жігіттер, мен бүгін жол жүріп барам. Сендер де мен секілді азамат болып өсесіңдер. Ағаларың жақсы көресіңдер ғой? Я. Қане, қолда кімдер. Жақсы. Жүрегің шамысынды бар бақытым өзіңе. Жаным сол. Жаным сенің дауысыңды сағыну мен көзінен
Жансырымды оқырсен, мені қайғы жеңе білді, қалай ғана ұмыттың сен. Шын сүйемін дегеніңді алтыным. Ұмыттың ба сен тағдырымызды, ұмыттың ба сен арманымызды, бақыттың бағын табайық деген мәңгілік бірге болайық деген алтыным. Молодец. Жарайсың, Медет. Жігіттер, реніш болмаса, мен жылжи берейін. Сағат 3-тен кетіп қапты. Ертең ерте жұмыс бар еді. Жылжығанда бірге шығайық. Иә, бәріміз Біраз бар. бір қалыппыз. Жарайды, Жарай, жақсы. жолдарың болсын. Жарайды. Сау бол. Хабарсыз кетпеңдер. Кездескенше. Жақсы. Пока. Жақсы. Жақсы жігіттер. Жақсы. Жолдарың болсын. Байқап жүріңдер. Бел ауырып қалды. Мектепті де бітірдік. Мектеп күндерін сағынатын сияқтымын. Школа, я скучаю. Мен де сағынатын сияқтымын. Бірақ та жігіттер, біз осы күнде де қаншама жылдар бойы асыға күттік қой. Ертең бұйырса, Алматыға жол жүреміз. Ең бастысы, ол жаққа барғанда құр жүрмеу керек. Дұрыс айтасың, Нариман. Ол жаққа барғанда жалқауланбау керек. Қысқасы, мен білем, біз ол жаққа барғанда аштан өлмейміз. Өйткені біз қанша қиналсақ та, бізді қаншама қиыншылықтар күтіп тұрса да, біз ешқашанда бір-бірімізді далада тастамаймыз. Ереке сенікі дұрыс қой. Сен басын істейтін жігітсің ғой. Автобус нешеде? 8:30-да сонда болуымыз керек. Ұйықтайық онда. Онда мен осы жерге қисая салайын. Балам Алматыға барғанда байқап жүрдім. Бұл жақта қозғалыс көп. Ауылдағы сияқты емес, адамдар өте көп жүреді. Көліктерді көп абайлап жүрмесеңдер. Балам, мына достарыңмен қарнашып қалмасын. Ас пісіру қолынан келеді ғой. Екеуіне бас көз болып жүр. Дәу мама, аппақ оқу бітіргеннен кейін Нариман екеуміз үйленгенше біздің тамақтарымызды жасап дайындап беріп тұратын болады. Сосын біз келіншек алғаннан кейін біздің келіншектеріміз аппаққа өмір бақи тамақ жасап беріп тұратын болады. Аппақтың жағдайын өзіміз жасаймыз. Көресіздер. Әумин, аузың алмайды. Менің аппағымды қарап қалмас. Өзі секілді топиғанға келіншек алар ғой. Солар ең басты жолдарын Аузың жасамас. шықтай болыңдар, бір-біріңе қарайды. Балам, естіп Бауырмал болыңдар. Ал қане қолдарын жеңді, батыр жеңді. Амин. Жарай, мама! Жақсы. Сол Алматыда қызық болып кетпесе болған осы бар. Міне сенің кредиң осы бар. Еркебұлан бар емес пе? Екеуіне қамқор бол. Жолдары болсын. Орынбай жүрсе болған. Еркебұланның ата-анасы тірі болғанда шіркін мектеп бітіргенін көріп, қуанды. Шіркін, ай. Аға қалаға дейін алып кетесіз бе? 200 теңгем ғана